Сәлем достар, қалайсыңдар? Біраз бол тиктокқа шықпағалы, менің өмірімде мол жаңалықтар болып жатыр, Құдайға шүкір. Жақында Ақтау қаласына барып қойдым. Өмірімде бірінші Ақтау қаласына. Бәріне өмірімде бірінші барып келе жатырмын. Жұрттар осы Мальдивке бардық, Дубайға бардық деп салып жатса, біз Қазақстанның қалаларын болып аузымыз ашып Каспий бізде екен ғой деп. Ойбай деп Каспийге барып қайтайық деп бір барғанымызда сөйтіп бір-ақ күнге бардым. Туда и обратно 1,5 күннен болғандықтан пойыз енді как всегда самолетке алған жоқпын билет. Жеңгемді ертіп жүрді қасыңа, ойбай қорқасың Ақтауда адасып қаласың деп. Сөйтсем жеңгем де бірінші рет барып тұрған Ақтауға. Өйтіп пойыздан как всегда соңында алып едік. 34-36 нөмір әжетхананың қасында төбесіндегі екінші этаж екеумізде. Жеңгем үшеу баласымен. Ойлап қоймыз ғой, барғаннан кейін астында еркек адамдар болса көндіріп аламыз деп жеңгемді астына жатқызып. Сөйтіп қақтан білек ұмытып кетіппіз ғой, біздікі Женский көп екен. Өйтіп міндік дәл әжетхананың қасында мен жатам, как всегда синхроны байғұс, тұзым жеңіл ма білмеймін, құйрығым ауыр ма, жаттым. Не істеймін, ана жатпаған, тұрып жүрмеймін ғой. Үйтіп ана жақта проводник білмеймін ғой сендерге рестораннан тегін тамақ бередім деді ма, ана туалетке баратын жолдағы есікті сындырсаңдар деп. Қатты жабу бойынша жарыс болды ау деймін. Бүкіл соншетте кім қатты жабады? Ойбай, тарс көріс, ұйықтап бара жатсам тарс көріс. Шыдамында шегі бар. Ноайындар ау. Астыға түсімді айтайын дедім. Жай жабыңдаршы деп түсіп бүйтіп, жай деп коридорға қарап қалсам, бір абай жатқан білмеймін, ұйқысынан тұрғызып жүрген ба, қабағы түйіліп жатыр енді. Әжетхана шықсайын ғой, тұрғызып жүреді ғой, жатқызбайды ғой. Сонымен ойбай дедім, артқа қарай тайым менен дедім, мен де бір денем дәу болған болса, ойбай, не құйрығым бос адаммын ғой, қорқақтауым енді. Тып-тыныш жатайын дедім, соны естіп, нем бар? Ақыр жадым ғой, тыңдайтын музыка жоқ, соны тыңдап жатайын дедім. Бір жағынан плюсым мына жерге әжетхананың суын ағызған сайын күшті дауысы музыка. Өйткені вообще телеграмда да ешқандай музыка жазып үлгермедім, ешқандай сериалда жазып үлгерген жоқ. Сөйтіп соны тыңдап жаттым. Сөйтіп ұйықтап кеттім, ұйқым келсе, шынымен де ештеңеге қарамайсың ғой. Түннің бір уағында ұйықтап жатырмын, мына жерде құлап кетпесін деген не тұрады. Құдай құтта қандай құлап кетпеді. Мен оған қарамаймын, мыжып құлаймын, ол жерде құлайтын болсам. Өз-өзімді ұстап жаттым. Бұл саған дәу крабат емес, аунама деп дайындадым психологически миымды тыңдайды екен, әйтеуір Құдайға шүкір. Бірақ ана бүйтіп тұратынның ішіне бір аяғын салып алдым. Оны мен сыртынан енді адамды тұрған кезде племяннен түсіріп алған. Ойбай, шынымен де сол толықтар ұйықтаған кезде бір нәрсені тындырып тастағандай ұйықтайды. Білмеймін, басқалар әдемі ұйықтап жүр, мен деген пойызды кешке дейін өзім паровозды ауыстырып артынан итеріп келген адам ұқсап ше. Әр станцияға тоқтатып сөйтіп келген адам ұқсап ұйықтап жатырмын. Ойбай, бірдеңені тындырып келіп бақтадан кейін еркектер ұқсап ше. Аяғым деген анам ішіне кіріп кеткен бір аяғы. Түс көріп жатыр екен. Керемет түс деп айта алмаймын. Білмеймін, бір шайқас майданның үстінде жүрмін ба, мен неге ол жаққа алып барған түрім медсестраға ұқсамайды вроде. Аяғым жарақаттанып қалыпты, бір аяғын көтеріп жатырмын, бір арық бір қыз ұстап алып көтеріп жатырмын. Бұны неге құтқарып жатырмын? Бұл да ілмиіп алып, өзі кете берсе болады, қарап қоймын, үстіне бәрі жер дені сау. Сөйтіп аяғым ауырып жатып, бір арық қызды ілмейтіп құшақтап алып, білмеймін, түріне қарап қоймын, әрі қарайды, бері қара деймін, қарамайды, короче. Таппай жатырмын ғой енді. Бұл не ілмей қоймын, үсті басына қарасам, дені сау, өзі кете бермейді, бүйтіп итеріп қоямын, бірақ итерілмейді, қолы созыла ма білмеймін, мойныма жабысып алған. Өзім аяғыма қоймын, мен әйтеуір жаралы жануар, ойбай, жаралы адам, бір нәрсе тындырған ғой енді, аяғым жараланған болсам. Медсестра болып жігіттерге көмектесім ба десем, бір жігіт көріп тұрған жоқпын, бір кезде келе жатыр, қайналып көрсек, ешкім жоқ. Алдымнан біреу iPhone 14-пен өтеді, олай жүгіріп өтеді. Тағы біреу жүгіріп өтеді. Сөйтсем, 4-5 алдын 0-0-24 болады екен ғой, айбаға сол ойымды алып қойған ғой. Ал аяғым ананың ішіне қыстырып қалып үйіп қалған ғой. Ұйқымнан ат тұрдым да Каспияға бір ауыз сөзім өлдірген көзімді ұрып көрейінші дей салдым. Аяғын шығар, может. Саған 14 шығады деген. Сөйтіп ұрып көрдім, маманың айтуы бойынша саған бұйырмаған, Каспийдің айтуы бойынша сенің историяң нашар. Шыққан жоқ. Тәуекел деп жаттым, не істейін тәуекел демегенде. Сөйтіп ешкім қорылаған жоқ, пойыздан арманына жеттік. Жаңағы әжетханаға адам болмаса кімге ренжимін енді, ол анау-мынау деп түсіп кете алмаймын, пойыздан далада қалып қоймын. Сөйтіп Ақтауға жеттік, ойбу, отельге бардық. С видом на море ма деп қоймыз, еше 20 000 теңгеге жалдап тұрық бір нөмірді. Қой деді да, ана орыс қыз маған қарады, қоя салды, қоршы дедім, қатты кетіп барады дедім өзіме де. Сөйтіп отельден шығамын, енді макияжға баруым керек, прическаға баруым керек қой, бір қыз тауып алдым. Индрайвер шақырамын, ол жақта бірыңғай индрайвер екен, Яндекс жоқ, біз индрайверден неше түрлі әңгімені естіп алғанбыз. Ойбай, Алматыда онда өтіп кетті, индрайверді, тиктокта бәрі удалить бізде, білмеймін, ешкім еш нәрсе істеген жоқ, удалить ете салдық, жұрттан қалмайды. Сөйтіп Яндекспен жүрдім, ол жақта бірыңғай индрайвер жүрсесің деді. Бір кезде шақырдым, таңғы сағат 8-де ме, 7-те кіріп 5-те шығып баратырмын макияжға. Бір Ардақ деген ел адам екен деп бірден қабылдай салдым, оппа деп. Сөйтем шықсам, 14 нөмірі басқа еркек адам келеді, короче. Ойбай, көзі деген андай ученый адам сияқты да, бүйтіп очки киіп алған.
сондайлар болады негізі қорқынышты маньяк. Енді отырмын геопозиция бәрін жеңгеме жіберіп қоймын, если что деп. Ана жерде жолда келе жатып бір жерге бұрып барады ма деп қоймын, бұрып баратыр дейін десем, Ақтауды өзім білмеймін, қаға баратқанымды өзім білмеймін. Қаға баратқым мен бірінші рет деп айтсам біттім ғой іште, біліп қойса дағы. Алып кетіп кинодағыдай. Сөйтіп уайымдап келе жатырмын, түріне қарап қоймын, біресе очкиін шешіп, шапкасын шешкен, мына жер таз екен, вообще қорықтым. Осы маньяктар статистика бойынша шамалы таз сондай. Ойбай. Бір кезде шамалы уақыттан кейін әкеп тастады, еш нәрсе деген жоқ. 14-не түстім да, сау бол деп кеткен жоғым, маған кетші деді ау деймін. Ол менен қорқып отқан шығар, мен анау неге қарап отырмын, бірден айнаға қарап отырмын, түріне жүйке өзін жаттап алайын, если что ертең аман қалып несін сұрап жатса, фотороботын салып бердім дейді. Қиын емес оның фотороботын салып. Сөйтіп оттым. Өтіп макияжға бардым. Макияждан шықтым, гүл алдым, сосын семинарға бардым, киініп алып. Ақтаулықтардың көбісі мені таниды екен.